Тағы да қайырлы күн қыздар, қалдарыңыз қалай? Қайырлы күн. Қайырлы күн апай. Қабат, сізге не болды? Ұзақ уақыт қатыспадыңыз ғой. Апай мен же бағана олимпиада болып қалды да сіз дейді. Сосын соған барып келдім. Сол үшін жарысына қатыса алмадым сабақтың. Одан бұрынғы сабақтар үшін. Ол кезде мен де каникулда неге барып келдім ауылға. Сол кезде де қатыса алмадым. Бірақ апай өткен сабақтардың барлығын көрдім кеше. Бүкіл конспекттер жіберіп қойдым. Только бүгінгісіне қатысамын деп ойлағам, сол олимпиада болып қалды. Жақсы. Жақсы. Кеше алдыңғы тақырыпта біз қандай кімді өттік? Шал кезді өттік апай. Жақсы. Әдебиет теориясы бойынша не өттік? Біз ол кезде қайталауды Қайталаудың түрлері, Король иә? ұйқасының ұйқас түрлерін деген қайталау, жаңа қайталау, еспе қайталауда. Жақсы. Жалпы әдебиет теориясынан ұйқасқа тағы бір рет қайталап тоқталдық. Одан кейін барып құбылыстарға тоқталдық, иә? Жалпы арнау дегенге тоқталдық. Сұрай арнау, зарлай арнау. Сол. Одан кейін қайталаудың неше түрі бар екен? Екі түрі бар апай, жай қайталау. қайталау Еспе қайталау. Ойбай. Анау не бар ғой? Анафора мен метафора. Олар да қайталаудың түрлері жатады. 4 түрі бар. 4 түрі бар. Ал кеттік, мынандай болса. Қалың зергер құзды шаттар қалың ну. Сарқырайды мұз бұлақтар удашу. қайталау болады. Өте жақсы. Алтайдың арғы беті, бергі беті, Алтайдың біз тұрған жер ұлғар шеті. Анафора болады. Өте жақсы. Өте жақсы. Айдын көлдер аясынан аса толқып лепіреді. Айдын дайын асқақтаған ақын көңілі желпінеді. Не бұл? Қандай көркемдеуіш құрал? Көркемдегіш болса бізде. Не ғой, ассонанс болады ма? Ассонанс болады. Өте жақсы. Өте жақсы. Ал кеттік. Енді біз сол көркемдеуіш құралдарды ары қарай жалғастырамыз. Бізде кешегі алдыңғы сабақтан бері өтіп жатқанымыз жалпы көркемдеуіш құрал дедік. Енді бізде бүгін айшықтау деген нәрсенің түрлерін өтеміз, яғни фигураның түрлері. Ең негізгі 4 түріне тоқталамыз. Соны жақсылап жаттап алсаңыздар жеткілікті болады. Одан кейін анау Моғолстанмен, жоңғарлармен соғыста көзге түскен Ақтамберді, сіздерге өсиет айтып кеткен Ақтамберді жыраудың өлеңдерін кітап негізінде талдайтын боламыз. Ал кеттік. Ең бірінші нәрсе, айшықтаудың фигураның ең бірінші түрі инверсия деп аталады. Инверсия. Бұл қандай құбылыс, бұл орын ауыстыру деген мағынаны білдіреді. Бұл жердегі маңызды ерекшелік бар, ол қандай? Біздің жалпы қазақ тіл білімінде білесіздер, көп жағдайда баяндауыш болатын, көп жағдайда етістік, негізінен. Етістік бізде әрдайым сөздің соңында тұрады, яғни іс-әрекет болған кезде. Егер мысалы оқыған жігіт десек, ол оқыған деген тұра береді, жарайды. Бірақ біз келе жатырмыз деп далаға дей салайық, немесе қалаға деген далайық. Дәл осылай бізде не бар? Жалпы сөйлемдердегі сөйлем мүшелерінің орналасу реті бар. Көп жағдайда пысықтауыш баяндауыштың алдында келеді, анықтауыш, яғни сын есім көп жағдайда зат есімнің алдында келеді деген сияқты өзіндік құбылыс бар. Ал инверсия деген құбылыс орын ауыстыру көп жағдайда, яғни грамматикалық тәртіпті сақтамай, етістіктердің өлең жолының басына шығып кетуі. Яғни келе жатырмыз қалаға біз деген секілді. Сонда инверсия деген құбылыс кәдімгі грамматикалық негізді сақтамай, грамматикалық тәртіпті сақтамай, сөздердің өздерінің орнын ауыстырып алулары. Мысалы, сен оны құрметте дегенді қараңыздар, сен оны құрметте дегенді мен былай да қолдануым мүмкін. Сен құрметте оны деп.
міне осы нәрсе бізде орын ауыстыру инверсия құбылысы деп аталады. Мысалы, келдік талай жерге енді. Біз енді талай жерге келдік деп жазылу керек еді. Бірақ келдік талай жерге енді дей сал. Кіруге ақ қалдық көргенді. Қалай? Біз енді кіруге не қалды? Кіруге ақ қалдық деп аяқталу керек еді. Сонда инверсия деген құбылыс әсіресе етістіктердің өлең жолының бас жағына шығып кетуі. Апай, мысалы, мынау бола ма? Көрпемді мен жатармын қырда қымтап деген. Иә, мен жатармын, қырда қымтап жатармын деген неге шығып кетті? Алдына шығып кетті. Иә, алдына шығып кетті. Дәл сол секілді етістіктердің көп жағдайда алдыға шығып кетуі, немесе соңында емес, ортаға қарай жылжып алуы, ол бізде инверсия құбылысы деп аталады. Мысалы, ол ақшаға сатқан жоқ, тізеден кесіп балағын дейді. Тізеден кесіп балағын не істеді? Тізеден кесіп аяғын дейді, балағын емес. Тізеден аяғын кесті деу керек еді. Бірақ бұл жерде тізеден кесіп аяғын, яғни тізеден кесті аяғын деп, аяғын деген сөйлемнің соңына шығып кетіп отыр. Егер сөйлемнің ішінде, яғни сөйлем болғанда өлең жолының ішінде етістік болса, ол көп жағдайда соңында келуі керек екен. Іс-әрекет, яғни тиянақтауы керек еді. Инверсия деген осындай құбылыс. Тағы мынандай бар екен, апай. Жаңғыртып жер сарайын сен келгенде дейді. Иә, жаңғыртып деген сөз неге шығып кетті? Біріншіге шығып кетті, алдына шығып кетті. Ізімді табарсыңдар әзер іздеп дейді. Ізімді табарсыңдар әзер іздеп Иә, бар. Бұл жерде іздеп деген соң етістікпен аяқталып тұр ғой. Әзер іздеп деген, қалай іздеп деген сияқты, әзер іздеп дегендегі табарсыңдар деген неге шығып кетеді? Болады бұл? Неге? Дұрыс, инверсия құбылысы емес. Тағы инверсия деген құбылыс. Қалай ойлайсыздар? Тағы қандай мысал келтіруге болады? Тереңде тұнып жатқанда ол күйді дейді. Қазір апай болып емес.Ыныш. Шарлаған жолым жатыр жер бетінде шапай. Жақсы. Көрінер көлеңкесі келбетімде. Иә, көлеңкесі келбетімде көрінеді деу керек еді. Көрінер деді. Иә, өте жақсы. Бұл да инверсия құбылысы. Жоғалып жер бетінен сүрлеу соқпақ дейді. Мысалы, кімнің толқын деген өлеңі бар ғой бізде. Толқынды толқын қуады, толқынмен толқын жарысады деген кезде мынандай өлең жолдары бар. Күңіренісіп кеңеспен, бітпейтін бір егеспен. Яғни кеңеспен күңіренісіп, бір егеспен бітпейтін дегенді келтіру керек еді. Яғни инверсия деген құбылыс, ол кәдімгі грамматикалық норманы сақтамай өзгертіп жіберу. Сағынар анам бар ма үйде жерде? Өте жақсы, иә. Өте жақсы. Түйін боп өмірімнің бір шетінде. Түйін боп өмірімнің бір шетінде. Жақсы. Енді бізде антитеза деген құбылыс бар. Бұл шендестіру. Яғни шендестіру деген не? Мүлдем бір-біріне қарама-қарсы екі ұғым. Мысалы, ақ пен қара, немесе ақ пен қызыл. Яғни мүлдем бір-бірінен анық көрініп қалатын кереғар екі құбылысты бір-біріне қарама-қарсы қояды да суреттейді. Мысалы, қара жерге қар жауар, қап-қара жерге не істеді? Әппақ қар жауды дейді. Яғни ақ пен қараны не істеді? Бір-біріне шендестірді. Қарды көрде етім көр дейді. Етім көр дейді. Қар қандай? Әппақ, иә? Дәл соның үстінде ет жатса, айдан анық көрініп тұрады ғой, иә? Қар үстіне қан тамар дейді. Әппақ қардың үстіне қан тамса, қанды көрде бетім көр дейді. Немесе кімнің Абайдың өлеңі бар? Қар аппақ, яғни әппақ қардың үстінде бүркіт қара түлкі қызы. Түлкі қызы. Яғни бұл жерде бір-біріне, яғни мысалы әппақтың жанында көрініп қалатын белгілі бір құбылыстар болады. Мұнда ақ пен қара бір-біріне кереғар ұғым, я болмаса ақ пен қызылды алуға да болады. Өйткені қызыл ақтың жанында кәдімгідей мен мұндалап көрініп тұрады. Міне шендестіру деген осы, яғни кереғар екі құбылысты немесе екі ұғымды қарама-қарсы қоя отырып
бір ерекшелікті көрсету. Яғни қараңыз, мына жерге қара жерге қар жауар деді де екеуін шендестіріп алды да, енді сол қардың бетіне жауған қанды не істеді? Ет пен қанды ерекшелік көрсетті. Мысалы, қар аппақ, бүркіт қара деп келді да, түлкінің қызылдығын ерекше не істеді? Сипаттап көрсетті. Антитеза деген құбылыс осы. Яғни қарама-қарсы екі ұғымды қатар қойып, үшінші бір затты көрсете салу. Қара жерді айтты, оған жауған аппақ қарды айтты да, одан кейін бетіне тамған қанды айта салды, қып-қызыл түсті. Көрдіңіздер ма? Яғни бұл шендестіру деген көбіне осындай түстер арқылы жүзеге асады екен. Ал енді келесі градация деген нәрсе бар. Дамыту. Градация деген дамыту. Яғни, мысалы, бір баланы дамыту керек болды. Сіз дамытқан кезде ол балаға бір сөз айта салсаңыз, ол бірден дамып кетпейді, иә? Дамыту деген нәрсе біртіндеп жүзеге асады. Ол алғашында бір 10 тақырыпты меңгеру мүмкін, кейіннен 15 тақырып, кейіннен 20, кейіннен 30, кейіннен толық меңгеріп алады деген. Яғни градация дамыту деген алдыңғы айтқан сөзінен келесі сөзді дамытып айту. Одан кейін сол екінші сөзден үшінші сөзді дамытып айту. Оны қалай жаттап аласыздар? Ол мына нәрсе ғой. Анау сын есімдегі ұзын, ұзынырақ, тым ұзын. Яғни дамыту деген осы. Яғни бұндай сөз келу керек деген нәрсе емес. Мен жалпылама сіздерге түсінікті болу үшін айтып жатырмын. Яғни ұзын еді біріншісінде. Екіншісі ұзынырақ болды оған қарағанда. Үшіншісі тым ұзын болып кетті. Яғни градация деген нәрсе біріншіге қарағанда екіншіні, екіншіге қарағанда соңғыны бір-біріне не істеу? Күшейтіп, дамытып айту. Мысалы, қараңыздар. Мына Қобыланды батыр жырынан алынған, әсіресе ол сөзінде көп келеді сіздерге. Шынымен Қобылан шу деді, құбылып бурыл гөледі дейді. Яғни Қобыланды батыр шу деп еді, ана бурыл кәдімгідей алдыға қарай жүрді дейді. Бұл бірінші. Кешке таман тайбурыл жын қаққанға ұқсады дейді. Яғни жай ғана бетіп шауып келе жатқан тайбурыл жын қаққанға ұқсап мүлдем шаба жөнелді дейді. Соңында аяғын топтап басады, жыны судай тасады дейді. Яғни одан сайын не істеді ол? Одан сайын шаба жөнелді. Я болмаса, мына нәрсе бар. Қиқу салып құзға ұшқан, яғни бірінші құзға ұшты. Одан кейін құздан суық мұзға ұшқан. Яғни бір құс деп есептеңіздер, ол қиқу салып барып құзға ұшты. Енді осы құздан дамыды да ол не істеді? Мұзға ұшты. Мұздан биік бұлтқа ұшты. Яғни мұзға қонды, мұздан кейін қайтадан барып бұлтқа қонды. Бұлттан биік көкке ұшты. Яғни ол біртіндеп не істеп келе жатыр? Жоғарылап дамып келе жатыр. Сонда бір қыран бірінші құзға ұшты, құздан мұзға ұшты, мұздан бұлтқа ұшты, бұлттан көкке ұшты, бұл дамыды. Сонда градация деген, яғни кез келген нәрсені бір керемет дамытып көрсете салу емес, алдыңғы ойдан кейінгі ойдан алдыңғыны дамыту. Бірінші ұзын ет жай ғана, кейінгісі оған қарағанда ұзынырақ болды, үшіншісі тым ұзын болып кетті. Біріншісі 5 алды, екіншісі 16, үшіншісі 15 алды деген сияқты нәрсе ғой. Яғни бір өлең жаңағы жолының ішінде, бір өлеңнің ішінде осындай даму болуы керек. Яғни бірінші өлеңде ұзын деді, екінші өлеңде ұзынырақ деді, үшінші өлеңде тым ұзын деді деген нәрсе болмайды. Сол бір өлеңнің ішінде дамып отыруы керек. Міне бұл құбылыс градация құбылысы деп аталады. Келесі эллипсис деген нәрсе бар, ол сөзді тастап кету. Эллипсис деген нәрсе сөз тастап кету немесе түсіп қалу деген мағынаны білдіреді. Ол, мысалы, белгілі бір сөйлемнің ішінде, немесе өлең жолында автордың кейбір сөздерді әдейі тастап кетуі. Яғни ол жазбай қойып, сонымен бізде эллипсис деген құбылыс пайда болады. Мысалы, кеп қалды жау, ойбай, кеп қалды жау деп жаудың деген сөзді мысалы тастап кетіп тұр мына жерде. Мына жерде жау деген сөзді айтпай тастап кетіп тұр. Көп жазбай тастап кеткен сөздің орнына не істейді? Көп нүкте қойып кете салады. Болды. Яғни бұл бізде көп жағдайда қара сөзбен жазылған прозалық шығармаларда жиі кездеседі. Мысалы, Мұхтар Әуезовтің бір шығармасында бар, жығылып барам. Көп нүкте қояды да, біраздан кейін ұйықтайын ба, өлсем бе, тағы да. Құлап кетем, тау басынан ұшып келем,
кейде де тастап кетеді да жерде тоғай, көп тоғай дейді. Яғни сіздерге белгілі бір мәтін беріліп, үзінді беріліп, соның ішінде осындай қос нүктелер кездессе, қос нүкте емес, көп нүктелер кездессе, бұл жерде эллипсис деген құбылыс бар деп жаттап аласыздар. Эллипсис деген сонда сөзді тастап кетіп, оның орнына көп нүктені қоя салуы екен. Жалпылама бұл жерде не бар екен? Бұл жерде эллипсис, градация жалпы неге байланысты? Айшықтауға байланысты. Одан кейін жаңағы алдыңғы екі тақырып инверсия мен антитеза деген осындай 4 құбылыс бар екен. Енді ұйқас түрін білесіздер. Теңеу, эпитет, ассонанс, аллитерация түсінікті деген ойдамын. Қайталаудың 4 түрі: қайталау, еспе қайталау, жай қайталау, еспе қайталау, анафора, эпифора деген түсінікті деген ойдамын. Градация, инверсия, антитеза, эллипсис деген құбылыстар енді көп кездесе бермейді. Бірақ сонда да ертеңгі күні жауаптың ішінде келген кезде ой осы шығар деп белгілей салмайтындай әр нәрсенің не екенін біліп отыру үшін бұл нәрсе сіздерге керек болады. Мысалы қараңыздар. Жөн білмеген жамандар ел билеген бек болды. Қандай құбылыс бар? Апай, бұл дамытып жатыр ма? Жөн білмеген жамандар ел билеген бек болды. Жоқ. Градация емес па? Жоқ. Антитеза ма? Жөн білмеген жамандар ел Инверсия билеген болады. Инверсия. Инверсия ғой. Иә. Жөн Не білмеген. істейді? Иә. Жамандар жөн білмеген болу керек, бірақ жөн білмеген жамандар дейді. Жақсы, былай жасайық. Еріккеннен де ұстап жүрген жоқ, қолтықтағы ұзын мылтығын дейді, таяғын дейді. Инверсия бұнда. Инверсия деген құбылыс екен. Өте жақсы, келесі бір нәрсе айтайын. Қараңыздар. Ереуіл атқа ер салмай, егеулі найза қолға алмай, еңку жер шалмай, қоңыр салқын төске алмай. Қандай ұйқас? Ассонанс па? Ұйқас па? Ұйқас кетеді. Ол бізге шыбыртқалы ұйқас қой. Жақсы. Келесі. Қараңыздаршы. Шам шығармаш жолдағы сілкін алмаш жапырақ, тыншығарсың сен дағы, сабыр қылсаң азырақ. Кезектес. Шалыс па, апай? Шалыс. Иә. Шалыс. 1 мен 3, 2 мен 4 па? Алыстан жоқ былай нетейік. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, хиуадан шауып қисынын тауып. Егіз ұйқас қой? Егіз ұйқас. Аха. Жақсы. Тағы бір нәрсе. Айды бұлт қоршайды, айды байқап қарасам. Қандай құбылыс бар? Иә? Айды бұлт қоршайды, айды байқап қарасам. Инверсия бар ғой. Инверсия? Инверсия, сосын тағы бір құбылыс бар. Қандай құбылыс? Антитеза. Айды байқап қарасам. Анафра айды деп тұр ғой. Өте жақсы. Инверсия мен анафора деген құбылыс бар екен. Өте жақсы. Ал келесі, қабағын итше өшігіп шыға келер дейді. Қабаған итше өшігіп шыға келер дейді. Эллипсис па? Ойбай. Қабаған итше өшігіп шыға келер. Осы уақытқа дейін өткендер. Апай, эпитет па? Қандай бола ма? Құлаған ит. Теңеу қалай жасалады?
Ол Дайди, ол теңеу ғой, шаш секілді тағы секілді. Дайди, созылышқа шашим. Ше бар мына жерде. ше деген. Иә. Жақсы. Жақсы. Былай айтсам, оңай болып қалады. Міне. Балалық өтті білдің бе, жігіттікке келдің бе, жігіттік өтті білдің бе, кәрілікке көндің бе? Шұбыртпалы ма? Жақсы, шұбыртпалы басқаға. Тағы қандай көркемдеуші құрал бар басқа? Риторикалық сұрау еді. Риторикалық сұрау бар. Жақсы. Жай қайталау ма бұл? Жоқ. Балалық өтті білдің бе, жігіттікке келдің бе, жігіттік өтті білдің бе, кәрілікке Онда көндің бе? еспей қайталау болады ма? Ойбай. Иә. Жоқ. Балалық өтті білдің бе, Дамыту болады ма? Дамыту. жігіттікке келдің бе, жігіттік өтті білдің бе, кәрілікке көндің бе? Градация. Аллитерация бар апай, ж деген. Аллитерация бар, аллитерация бар, градация бар. Одан кейін жігіттік деген сөздің қайталануы анафора бар ғой? Анафора. Иә. Анафора бар. Кеттік. Сиырлары сыймайды мүйізі бұл тілгендей, емшегінен сүт шапшып желіне жерге тигендей дейді. Теңеу. Жақсы, өте жақсы, дейді. Қиқу салып күз құшқан, күздан суық мұз құшқан, мұздан суық бұлт құшқан, бұлттан биік көк ұшқан. Градация апай. Градация сосын тағы не бар? Аллитерация қ деген. Жақсы, қ деген аллитерация, ұшқан деген эфифора бар. Өте жақсы. Кеттік. Тау көрмедім көкшенің биігіндей, бауырында ойнап ем киігіндей, кіндік кесіп кір жуған қайран жерім болмайды екен еш қайғы күйігіндей. Теңеу бар дейді. Тағы. Тау көрмедім көкшенің биігіндей. Эпитет. Инверсия. Инверсия, орын ауыстыру. Көкшенің биігіндей, мен көкшенің биігіндей тау көрмедім деп айтып тұр ғой. Тек қана орнын ауыстырып жіберген. Жақсы, кеттік. Қазір. Кеттік. Тағы қандай өлеңдер бар екен мына жақта? Жігіттік. Дүние ойдан шығады, өзімді өзім ұмытып. Көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Қандай ұйқас бар? Бірінші мен үшінші ұйқасып тұр ғой, қандай еді? Жоқ, кезекті емес па? Жоқ. Шығады, ұғады, ұмытып, жылытып. 1 мен 3, 2 мен 4 ұйқасып тұр. Бұл бізде шалыс ұйқас болады екен. Жібек жалы желкілдеп, жауды қуып жеткенде, жау жабысып тепкілеп, жалт бұрылды өткелге. Аллитерация бар. Аллитерация бар, сосын? Шалыс ұйқас. Шалыс ұйқас, иә. Жақсы, шалыс ұйқас тағы? Сосын жібек жалы дегенде анау не? Жақсы, тағы бір ерекшелік бар, қараңыздар. Жібек жалы желкілдеп, жауды қуып жеткенде, жау жабысып тепкілеп, жалт бұрылды өткелге. Инверсия. Инверсия. Өткелге жалт бұрылды дегенде. Өте жақсы. Метонимия, синектоха дегендерге әлі келмедік. Жақсы. Апай, біреуін дейін бе? Оқыңыз. Шарлаған жолым жатыр жер бетінде, көрінер көлеңкесі келбетімдей дейді. Қай жерде үзіледі қайран сапар, түйін боп өмірімнің бір шетінде. Қара өлең. Жер бетінде келбетімде деген бар. Алғашқы. Эпифора ма?
көлеңкесі келбетім. Қара өлең ұйқас емес па? Білмеймін. Мгм. Қайтып оқышы. Я қайтып оқып жіберші. Тарлаған жолым жатыр жер бетінде, көрінер көлеңкесі келбетімде. Қай жерде үзіледі қайран сапар, түйін боп өмірімнің бір шетінде. Қара өлең ұйқасы ғой. Үшіншісі ұйқаспай қалды. Иә, үшіншісі ұйқаспай қалды. Қай жерден үзіледі қайран сапар дейді. Сосын бетінде деген бізде абай эпифра болады ғой, бір жағынан. Жоқ, бетінде келбетімде дейді. Қосылып тұр екен ғой, ай. Бөлек. Инверсия бар сияқты. Иә, көрінер көлеңкесі дейді. Шарлаған жолым дейді. Аха. Түйін боп өмірімнің бір шетінде дейді. Иә, түйін боп деген жаңа айтқан. Өте жақсы. Дұрыс. Жақсы. Кеттік ал. Градация эллипсиске тоқталдық, енді бізде Ақтамберді жырау. Қазір біз мектеп оқулығын ашып, сол жерде Ақтамберді жыраудың екі жырында не айтылған соны талдаймыз. Қайсысын жаттап алу керек, неге тоқталу керек. Ең бірінші Ақтамберді жырау кім десеңіздер, жырау қолбасшы болған. Яғни тек қана жыр жазбаған, сонымен қатар қолбасшы да болған. Кішкентайынан ата-анасынан айырылады. Содан кейін барып өзінің туысы Бердіке деген адамның қолында тәрбие көреді Ақтамберді жырау. Ең алғаш мектеп кезінде, яғни мектепте оқып жүрген кезден бастап өлең жаза бастайды. Ол шамамен 10-11 жасым деп алады. Ақтамберді жырау 17 жасқа толғанда Моғолстан мен Жоңғарияға қарсы анау жорықтар болады ғой біздің елімізде. Жоңғарлар біздің елімізге шапты, моғолдар біздің елімізге шапты. Сонда сол Моғолстан мен Жоңғарияға қарсы жорықтарда қол бастаған, өзінің бір батырлығын көрсеткен сондай жырау ретінде әдебиет сахнасында қалған. Сіздерге сұрақ келуі мүмкін, кімдерге қарсы деген кезде Моғолстан мен Жоңғарияны жақсылап естеріңізге сақтап аласыздар. Ол туралы өзінің өлеңінде жазады, яғни менің жаңағы дұшпанға деген кегім кетті, мен 17 жаста қолыма қылыш алып, неге жауға қарсы шықтым деген өлең жолы бар. Яғни қанша жасында жорыққа шықты десе, 17 жасында деп жақсылап естеріңізге сақтап аласыздар. Одан кейін 1723 Ақтабан шұбырында алқа көл сұлама деп тарихтан жақсы білеміз. Сол кезеңде де Ақтамберді жырау орта жүзден шыққан адамдарды басқарушы ретінде тарих сахнасында, жалпы біздің қазақ тарихында елеулі орын алған екен. Орта жүз, жақсылап естеріңізге сақтаңыздар. Сонымен қатар Ақтамберді жырау 93 жас жасайды. Шамамен бір ғасырға жуық не істейді? Өмір сүреді екен. Шығармалар бізге толық жеткен жоқ. Кейіннен анау әртүрлі енді соғыстар болып жатыр ғой, жоңғар шапқыншылығы болды, Моғолстанға қарсы. Бұл кісінің негізгі туған жері ретінде айтылады да, оңтүстікте дүниеге келген Қаратау деген үлкен тау бар, соны жақсы білсеңіздер. Кейіннен сол мына соғыстар аяқталғаннан кейін, жорықтар аяқталғаннан кейін өз елін алып, Шығыс Қазақстан өңіріне көшіп кетеді. Қазіргі күні ол кісінің бейіті сол Шығыс Қазақстанда анау Абай жолында айтылатын Шыңғыстау деген жер бар ғой, сол Шыңғыстаудың Құндызды деген жерінде, Жүрек жұта деген төбеде орналасқан екен. Одан кейін Ақтамберді Сарыұлы деп айтылады. Бұл кісінің киген сауыты әлі күнге дейін Аягөз деген, білесіздер, жер бар. Сол Аягөзде арнайы мұражай бар екен, сол мұражайда сақталып тұр. Яғни бұл кісінің негізгі сауытын киген, кейіннен жаңағы мұражайға түскен, бірақ алғашқы уақытта ол мұражайдағы адамдар бұл сауыттың кімдікі екенін таба алмапты ұзақ уақыт. Кейіннен барып ол сауыттың Ақтамберді жыраудікі екені анықталып, содан бері қарай ол сол өңірде орналасқан екен. Жалпы жырлары ауызша тараған, білесіздер, ол кезде жазба әдебиет деген нәрсе қалыптаспаған, сондықтан шығармаларының көбі ауызша тарағандықтан бізге толық нұсқада жете қойған жоқ. Одан бөлек бір нәрсе айтып өтейік, Дулат Бабатайұлының Ер Еспенбет деген дастаны бар ғой, Дулат Бабатайұлының. Сол Дулат Бабатайұлының Ер Еспенбет деген дастанында абыз, осы кімнің, Ақтамберді жыраудың қартайған шағын бір абыз ретінде бейнелейді. Яғни Ақтамберді жырау бейнесі Ер Еспенбет деген жырда кездеседі.
Сонымен қатар Үмбетей жыраудың жырында да осы Ақтамберді жыраудың бейнесі кездесіп, бір жоңғарларға қарсы соғысқан батырдың бейнесі ретінде ерекше суреттеледі екен. Одан бөлек бұл кісінің жалпы ең алғашқы жаңағы өміріне байланысты дерек қандай еді? Тауарих Хамса деген шығарма бар. Сол еңбекте алғаш рет осы кімнің Ақтамберді жырауға байланысты сөз болады. Сосын Ақтамберді жыраудың есімі Біржан мен Сара айтысында да аталады. Жақсылап есімізге сақтаймыз. Үмбетей жыраудың толғауында кездеседі, нақты толғаудың аты аталмайды, бірақ кездеседі. Одан кейін келесі бар кімнің Дулат Бабатайұлының Ер Еспенбет жырында бейнесі кездеседі, және Біржан мен Сара жырында осы Ақтамберді жырауды бір атақты ақын ретінде, одан кейін батыр ретінде еске алады екен. Өйткені ол жерде білесіздер, Біржан мен Сара өз руларын айтып жарысады емес пе екеуі. Соның ішінде осы орта жүзден шыққан, орта жүзді билеген деп Ақтамберді жыраудың да есімі ерекше жырға қосылады екен. Бізге жеткен шығармалары ең негізгі таныс болуымыз керек шығарма ол балаларыма өсиет, одан кейін күлдір кісінетіп деген бар, сосын көк көгершін. Бірақ мектеп оқулығында бізге берілген екі ақ шығарма балаларыма өсиет және күлдір кісінетіп. Қазір осылардың әрқайсысына жеке тоқталамыз. Одан бұрын көк көгершін деген шығармада не айтылады дейтін болсақ, адал еңбек ету деген тақырып қозғалады. Яғни ана көгершін арқылы бір не ретінде, сол көгершіннің бейнесі арқылы адал еңбек етіп, адал тамақ жеу деген нәрсені алып келеді. Сонда мына шығармада бір көгершін болады да, сол көгершіннің істеп жатқан іс-әрекеті арқылы бір негізгі адал жолдан таймай, тура жолдан таймай, әрбір жеген асты адалынан жеу туралы, әрбір табылған тамақ болсын, ол кез келген нәрседе, бірақ кез келген істі адалынан істеу керек деген нәрсені осы шығармасында көрсетіледі екен. Жалпылама шығармаларының басым көпшілігі бір өсиет түрінде, я болмаса бір нәрсені ескерту түрінде жазылған екен. Енді қазір біз балаларыма өсиет және күлдір кісінетіп дегеннің өзіне тоқталатын боламыз. Қазір міне күлдір кісінетіп ашып алайын, кішкене жақындатайын, сіздерге жақсы көріну үшін. Қараңыздар, мынау мектеп оқулығы күлдір кісінетіп деген өлеңі. Енді қатты бір керемет көрінбейді, бірақ сонда да білулеріңіз керек. Бұл толғау, өйткені біздің жыраулардың барлығы толғау жазған. Енді сіздерге ең көп үзіндік келетіні битеді. Күлдір кісінетіп, күреңді мінер мекенбіз, күдерден бау тағып, қамқапты киер мекенбіз дейді. Осы жерде сіздерге ең басты келетін сұрақ Ақтамберді жырау жырға қосқан тұлпардың бейнесі, күреңді. Яғни тұлпарды бұл кісі не дейді? Күрең деп алады. Бұл қандай құбылыс, оған алдымызда тоқталамыз, бірақ мынаны жақсылап естеріңізге сақтап алыңыздар. Одан кейін бұл шығармаға байланысты қандай сұрақ келуі мүмкін, иә? Ақтамберді жыраудың арманы не істегісі келді, қандай ел құрғысы келді? Қараңыздар. Өзенге бие байлатып, төскейге орда орнатып, төрткүлдеп ошақ қаздырып, төбел бие сойғызып, төменде бидің кеңесін біз де құрар мекенбіз. Бидің кеңесін құрғысы келген кім деген сұрақ келуі мүмкін. Жақсылап естеріңізге сақтап алыңыздар. Күлдір кісінетіп өлеңінде кім Ақтамберді жырау билердің кеңесін не істегісі келеді? Құрғысы келеді. Қалай құрғысы келеді десеңіздер, кәдімгі арнайы орда тіктіріп, соның жанына бие байлатқысы келеді. Әртүрлі қазан ошақтарды қойғызып қойып, биені сойғызып қойып, солай не кеңес құрғысы келеді. Одан кейін құлаты тауға қол салып, садақтың оғын мол салып, бетпақтың ең бір шөлінен төтелеп жүріп, жол салып, қолды бір бастар мекенбіз. Қол бастағысы келеді, қараңыздар. Ең бірінші нәрсе билердің кеңесін құрғысы келеді. Екіншісі қол бастайтын не болғысы келеді? Үлкен бір батыр, яғни қол бастап жүргісі келеді. Бұның барлығы арманы. Қалай қол бастағысы келеді? Әрине, ол несі бар, садақ алғысы келеді. Анау баратын жеріне төтелеп жүріп барғысы келеді. Майданда дабыл қақтырып, ерлердің жолын аштырып, атасы басқа қалмақты, жұртынан шауып бос тұрып,
түйедегі наршасын, әлпештеген ханшасын ат артына мінгізіп, тегін бір олжа қылар мекенбіз дейді. Яғни бұл жерде не істеп тұр? Бұл жерде бірінші не істегісі келді? Кеңес құрғысы келді. Одан кейін қол бастап елге шапқысы келді. Қай жаққа? Қалмақтарға шапқысы келді. Қараңыздар, қалмақ деген елге. Қалмақтың ханшасын алып, түйедегі нарша деген несі? Ол түйенің анау не түрі? Ұрғашы түрі. Соны алғысы келді. Ханша қызын алғысы келді. Солай бір олжаға кенелгісі келеді екен. Келесі, біртіндеп жүрсеңіздер, ары қарай не істейді? Кеуде бір жерді жол қылсам, шөлең бір жерді көл қылсам, құрап жанды көп жиып, өз алдыма ел қылсам. Яғни өз алдына ары қарай ел құрғысы келеді. Құлым бір ұлдай киінсе, көркемін көрген сүйінсе, Атымтай Жомарт секілді атағым жұртқа біленсе. Атымтай Жомарт, жақсылап есімізге сақтаймыз, Атымтай Жомарттың есімі аталды. Атымтай Жомарт. Кімнің шығармасында еді? Ыбырай Алтынсарин ба? Ыбырай Алтынсариннің Атымтай Жомарты секілді менің атағым елге жайылса деп. Анау Атымтай Жомарты Атымтайдың атағының елге жайылғаны соншалық алғашында келген 30 шақты несінен, шаңырағынан көбейіп кетті емес па? Ары қарай қараңыздар. Өзімде бір бөлек жайласам, жігіттен нөкер сайласам, ойпаң жерге 10 атау, қыран жерге 40 шатыр тігіп, қонағымды жайғасам. Ең бірінші не істегісі келді бұл кісі? Ең бірінші кеңес құрғысы келді. Одан кейін бір елге шапқысы келді. Ол ел Қалмақта деген ел болды. Қалмақтың елдің наршасымен, жас бір наршасымен, одан кейін әлпештеген ханшасын алып, олжа алғысы келді. Кейіннен үлкен бір Атымтай Жомарт секілді не істегісі келді? Бүкіл елге жұртқа атағының жайылғанын қалады және өз алдына үлкен бір ел құрғысы келді. Одан кейін енді ол ел құрып алды. Енді шамамен есеп нетсеңіздерші, жүйелеп келтіріп алсаңыздар. Ел құрды. Ел құрғаннан кейін елінің бар жағдайын жасап, Атымтай Жомарт секілді атағының жайылғанын қалады. Сосын сол атағы жайылған елде арнайы нөкер сайлап қонақ күткісі келді. Жаңағы шатырдың барлығын тігіп тастап, қонақ күткісі келді. Төскейде кеңес топтанып, жақсылар үйде баптанып, нөкерлер жүрсе сап түзеп, қос-қосымен шаттанып, хиуадан ақыл алатын, қияннан айла табатын, ерлерден салсам нөкерді дұшпаннан кекті алатын. Сосын қонақ күтіп жүріп бір жағынан естегісі келді, арнайы бір әскер құрғысы келді. Дұшпаннан кегін қайтаратын сондай мықты әскер құрғысы келді. Көгорай көктем болғанда дауысы бар азандай, желіні бар қазандай, жаралы қудай ыңырантып, жарылған мұздай күңірентіп, қайрауықтың ашы күйіндей, қайырып боздап күйлентіп, боталаған боз үнген, азан қазан удашу, о да бір алсам адамдай. Яғни боталап жатып боз үнгені, анау елінде әртүрлі шу болып, сондай бір жақсы дүниелер менің мазамды алса екен деді. Алғандай құба жонына жайылған қойым сыймаса, 100 бүркеншек 100 қоспен қатар жүріп жинаса. Көк алалы көп жылқы, көлге бір түссе көз жетпей, елді аралап тектеден текті саралап, беглердің қызын айтсырсам, нұсқасын байқап шамалап. Бірінші еліндегі малды не істегісі келді? Көбейткісі келді. Адамдардың азан-қазан болып сол малмен улап-шулап жүргенін қалады. Анау ел даласына қой сыймай қалды екен деді. Жылқысының да көбейгенін қалады. Сөйтіп жүріп ары қарай ел аралап жүріп, өзіне бір әдемі бір қызды не істесе, айттырып сол қызды ұзатып алғысы келді. Құдай оған бала бергенін қалады. Сөйтіп жүріп не істеді? Сол бала менен айнымай туса екен, осындай Құдай маған дәулет берсе, біз соны көтеріп тұра алар мекен бізде. Яғни ең бірінші ол не істегісі келді? Ең бірінші кеңес құрғысы келді. Міндетті түрде есімізде сақтаймыз. Кеңес құрады бірінші. Кеңес құрды. Я, басқа елге не істегісі келді? Бірінші кеңес құрып алды. Кеңес құрып былай да жаттап алсаңыздар болады. Бірінші кеңес құрды, ол кеңесте олар ақылдасты бір елге шабуды. Сөйтіп ол не істеді? Бүкіл әскерді жинап алып, бір елге шапты, бір елге шабуыл жасады. Сол елге шабуыл жасағаннан кейін не істеді? Әртүрлі олжаға ие болғысы келді. Нөкер сайлап. Содан кейін барып, өзі бір жеке ел құрғысы келді.
Ол елді құрып алғаннан кейін ол елдің жағдайын жасап не істегісі келді? Жағдайын жасап, Атымтай Жомарт секілді Атымтай Жомарт атанғысы келді. Атымтай Жомарт атанғысы келді. Одан кейін не істеді? Атымтай Жомарт атанып, Әскер құру, Қонақ келді. яғни Атымтай Жомарт атанып, бүкіл жаңағы өзі құрған елге емін-еркін қонақ түсем деді. Қонақ түсу болды бар арман. әскер құру. Нөкерден әртүрлі нөкерді жинап, ана жаудан өтін алатын әскер құрғысы келді. Сосын Елдің азан қазан болған. улап елінің былайша айтқанда бай қуатты елге айналғанын, анау неге малдары төскейге сыймай жатқанын қалады. Сөйтіп жүріп өзі сондай текті бір елден қыз алғысы келді. Ол қызды алғаннан кейін ол қыздан өзінен айнымайтын баланың туғанын қалады. Өзінен айнымайтын балалы болу. Жақсылап есімізге сақтаймыз. Міндетті түрде бұл шығармаға байланысты осы дүниелер сіздердің алдарыңызға келеді. Дәл осылай болып. Яғни нені қалады деп. Енді шабу, жасау деп келмеуі мүмкін, бірақ үзінді түрінде келеді. Яғни әлпеш деген қаншасын ат артына мінгізіп, тегін бір олжа қылар мекенбіз деп, тегін олжаны алғысы келген кім деген сияқты сұрақ келуі мүмкін. Сондықтан бір-біріне жалғастырып, бір ертегі ретінде жақсылап есімізге сақтап аламыз, жақсы ма? Яғни күлдір күснетіп деген өлеңінде Ақтамберді жырау өз арманын айтып кетті. Яғни өзінің бүтіндей бір қалай өмір сүргісі келетінін айтты. Бірінші кеңес құрғысы келді, одан кейін бір елге шабуыл жасағысы келді, сол елді шапқаннан кейін сондай бір керемет олжаға ие болғысы келді, одан кейін өз алдына жеке мемлекет ел құрғысы келді, сосын елінің жағдайын жасап Атымтай Жомарт атанғысы келді, сол елінде қонақ күткісі келді, сосын елін жаудан қорғайтын әскер құрғысы келді, сосын елін бай қуатты елге не істегісі келді? Айналдырғысы келді. Сосын тектіден қыз алып, өзінен айнымайтын балалы болуды қалаған екен. Өзінен айнымайтын балалы болуды қалаған екен. Міне, негізгі күлдір кісінетіп деген өлеңнің ең негізгі ойы, негізгі идеясы сол Ақтамберді жыраудың өзі қалаған өмірін естеу, суреттеу, жалпы көрсету екен. Сіздерге толғауда жырланған заман көрінісі міне, қараңыздар. Осыны жақсылап естеріңізге сақтап алыңыздар. Толғауда жырланған заманның көрінісі қай кезеңде тән болады екен. Одан кейін мынандай сұрақ келуі мүмкін. Автор бейнесі, яғни автор өзі қандай адам болғысы келеді? Қандай адам болғысы келеді, соған байланысты автор бейнесін анықтауға болады. Ол кәдімгі бүтіндей бір елді билеп жатқан сондай адам ретінде көрінгісі келді. Шығармадан көркемдеуіш құралдарды табасыздар. Одан кейін жыраудың арман тілегі, асыл мұраты қандай? Міне, қараңыздар. Яғни жырау арман етіп кеткен дүниелер бүгінгі күнде орындалды ма? Енді орындалып, орындалмады, жоқ деп жауап бере салу оңай ғой. Сіздерге сұрақ келеді, сонда арман тілегі. Одан кейін тағы бір нәрсе келіп қалуы мүмкін. Келесі балаларыма өсиет. Мына жерде мынау келесі бір шығарма, бұл шығармада да дәл солай беріледі. Бұл шығармада да міне күлдір кісінетіп дәл сол түрде беріледі. Сұрақтары қараңыздар. Толғауда не баяндалған? Толғаудағы оқиғалар тізбегі. Көрдіңіздер ма? Жаңа біз оқиғалар тізбектедік, ол не істегісі келді. Міне соны жақсылап естеріңізге сақтап алыңыздар. Толғаудың идеясы қандай? Яғни ақын өзі қалаған нені құрғысы келді, өмірді сүргісі келді. Одан кейін тағы бір нәрсе, негізгі көркемдеуіш құралдар ол жақсы. Енді келесі балаларыма өсиет. Қараңыздар. Екі жақта да сол балаларыма өсиет деген берілген. Балаларыма өсиет деген өлеңі шамамен 90 жасқа келген кезінде жазылған екен. Енді бұл жерде тағы сіздердің естеріңізге алатын, жақсылап естеріңізге сақтап алатын нәрсе бар. Қараңыздар. Балаларыма өсиет қылмаңыздар кепиет дейді. Кепиет деген сөздің мағынасы кесір кесапат жасамаңдар дейді. Яғни кесапат қылмаңдар. Кесір қылмаңдар дейді. Қырсықтық жасамаңдар. Бірлігіңнен айырылма, бірлікте бар қасиет. Ең бірінші не істемеу? Кесір жасамау, немесе кесапат жасамау.
қандай да бір қиындық алып келмеу, және елдің бірлігін сақта деп тұр, бірлігіңнен айырылма дейді. Татулықта болар береке, қылмасын жұрт келеке. Яғни ел қандай болу керек? Кесапат қылмау керек, бірлік болу керек елдің ішінде, және татулық болу керек. Араз болсаң алты ауыз, еліңе кірген әреке дейді. Қараңыздар, талпынып салдым егінді, ішсін деп әркім тегіңді. Сұрақ келеді Ақтанберді жырау балаларыма өсиет деген өлеңінде халық үшін не істеді деп егін салды. Жақсылап естеріңізге сақтаңыздар. Жаңа Атымтай Жомарттың да есімін атағанбыз. Атымтай Жомарт не істеген? Егін салған. Яғни бұл жерде не істеп тұр? Жаңағы егін болғанда тура мағынада емес, бұл жерде мен сендерге не істеп жатырмын, ақыл айтып жатырмын. Осыны әркім өзің әрі қарай не істейсің, түсінесің дейді. Ақылың барың ұғарсың, ойың болса сезімді, 90-ға жас келген соң. 90-ға жасы келгенде жазып жатқан өлеңі екен. Жақсылап есімізге сақтаймыз. Балаларыма өсиет, Ақтанберді жырау өзі 93 жасқа толған, 90 жасқа келген кезінде жазған екен. Енді осы жерде Ақтанберді жыраудың бір арманы көрінеді. Бар арманым айтайын батырлаша жорықта, өлмедім оқтан қайтейін. Бұл кісіні айттық, қолбасшы болған дедік, қаншама жорыққа қатысқан дедік. Бар арманы сол жорықта батырлықпен өлу болған екен. Бірақ ол батырлықпен олай өлмеген, бірақ енді сонда да ол батырлаша өмір сүрді ғой, батыр болды ғой. Бірақ енді үлкен сонда соғыста жүрген адамның арманы бар екен. Сол соғыста батырларша көз жұмуды армандаған екен. Құдай менің тілегімнің барлығын қылды, еліміз аман болсын дейді. Осыған байланысты сіздерге сұрақ келеді. Өз өмірінің қай кезеңін айтып жатыр? Яғни Ақтанберді жырау балаларыма өсиет өлеңінде өз өмірінің қай кезеңін айтты деп сұрақ келеді. 90 жас, жақсылап жаттап аламыз. Одан кейін жастарды неге үндейді? Бірлікке шақырады, татулыққа шақырады, және кесапат қылма, кесір қылма дегенді айтасыздар. Одан кейін келесі бір нәрсе сіздерге сұрақ болып келеді. Ұйқас түрін тауып аласыздар осы жерде. Ұйқас түрін тауып аласыздар. Одан кейін өсиет кімдерге арналған? Соған мән бересіздер. Төле би мен Ақтанберді жыраудың өсиеттерін салыстырып өтіңіздер. Мына Төле бидің батасын міндетті түрде бір оқисыздар, сосын екеуінің несін салыстырыңыздар. Өйткені бізде шығармашылық байланыс деген нәрсе бар, шығармалардағы жалпылама байланыс. Бұл міндетті түрде сіздерге сұрақ келеді, мынаны жайдан жай мектеп оқулығына беріп қоймаған екен. Мынау жаңа Ақтанберді жыраудың сауытына байланысты берілген үзінді. Міне балаларыма өсиет, балаларыма өсиет. Одан кейін өсиетті қандай аманат етті, жыраудың арманы не? Міне мынау сіздерге сұрақ болып келеді. Мынау міндетті түрде жыраудың арманы сіздерге сұрақ болып келеді екен. Ары қарай шалгей жырау басталып кетеді. Міне күлдір-күлдір кісінетіп, мынау шығармаларына байланысты үзінді. Батырлық пен өлеңге арманы. Иә, мынаған тоқтадық, сауытын айттық. Күлдір-күлдір кісінетіп толғауындағы батырдың бейнесі, яғни батырдың бейнесі деген қандай? Сол шығарманы оқып отырған кезде Ақтанберді жыраудың бейнесін қалай көре алдыңыздар? Соны бір жазып алыңыздар. Одан кейін, міне көркемдеуші құрал қараңыздар. Күлдір-күлдір кісінетіп күреңді мінер мекенбіз, күдерден бау тағып қамқапты киер мекенбіз. Бұл жерде аллитерация бар, ККК деген. Сосын мекенбіз деген риторикалық сұрау бар. Одан кейін барма тағы? Кеуде бір жерді жол қылсам, шөлең бір жерді көл қылсам, құрап жанды көп жиып, өз алдына ел қылсам. Қандай көркемдеуші құрал бар, жалпы? Эфифра ма? Эфифра бар. Қылсам деген. Өте жақсы. Ұшақтан малым кетпесе, қазаным оттан түспесе, ауылдан топыр үзілмей, ошақтың оты өшпесе. Не бар? Кетпесе, түспесе. Короле ұйқасы бар. Болады. Иә, үшінші жол ұйқаспай қалған, иә, король ұйқасын. Оталаға көзілген азан-қазан у-да шу, ол да бір алсам азамдай. Сосын қараңыздар, Доспамбет жырау мен Ақтанберді жырауға байланысты ортақ арман мақсаты ортақ деп келуі мүмкін. Яғни Доспамбет жырау арыстанда екі бұтын алшайтып, арғымақ мінген өкінбес дейді. Ал күлдір-күлдір кісінетіп күреңді мінер мекенбіз. Екеуінде де сондай бір жақсы жылқы, сұлу атты мінгісі келді деп
жазып аласыздар. Жалпы ama осы міне балаларыма өсиет дәл сол күйде берілген. Міне батырларша жорықта мына үзінді келеді міндетті түрде. Елінің бақыты үшін соғысқа қатысып қол бастаған жырау деп келуі мүмкін. Немесе батырларша жорықта өлмедім оқтан қайтейін деп өкінген жырау кім деген сұрақ келуі мүмкін. Сондықтан жақсылап естеріңізге сақтап алады екенсіздер. Жалпылама осы сіздерге берілген нәрсе. Сұрақ қандай сұрақ бар енді? Сұрақ жоқ апай. Осылай өлеңдерді солай талдаңыздар. Шалкездің өмірбаяны барлығыңызға түсінікті шығар. Енді Битемірге айтқан бірінші толғау. Осыны оқыңыздар да бұл жерде Битемірге не айтты? Талдап тастаған шығарсыздар. Не деді Битемірге? Сосын деген бар. Иә, сен алтынсың, мен пұлмын, сен жібексің, мен жүнмін деген секілді. Одан кейін кімнің жиембет сұрауға келеміз алдағы уақытта. Оған да тоқталамыз. Жиембет сұрауға байланысты нен айтылады? Есім ханға сен деген атқа жайдақ мінгенсің деген секілді. Дәл сол секілді дүниелер келеді. Алдаспаным өзіңсің деп айтатын. Иә, теңеу айтады мына жерде. Теңеу дегенде тура. Дәлме-дәл көркемдеу құрал түрінде теңеу емес, тек қана бұл оны неге теңейді? Белгілі бір заттарға теңейді. Мына жерде ғой, міне, алпауыт басқан, арабы торым өзімсің, алдаспаным өзіңсің. Қағбаға байланысты, тағы Шалкезге байланысты қандай не білеміз, оқиға білеміз? Немен Меккеге кететін болып жатады ғой сол. Иә, Битемірді қажылыққа тоқтатады ғой. Кетіп қалады ғой. Осы елге хан болдық, үлкен міндет атқарып жүрсің. Иә, Битемірдің ақылшысы. Сосын ақылсыз достан ақылды дұшпан артықты дегендер айтып кеткен ғой. Міндетті түрде жаңағындай талдап оқиғаларын жазып аласыздар. Өйткені сіздерге сұрақ болып келеді. Мына жерден қазір мынау нені қарайық? Мынау қай кітап? Арман бұғы баспасы мынау. Енді бұл жерде былай берілмейді, бірақ жалпылама талдау беріледі. Мына Ақтанберді жырау дейді. Міне қараңыздар. Жалпылама талдау өміріне байланысты. Бір шолып шығыңыздар сонда да. Міне Ақтанберді Сарыұлы, Қаратаудың өңірінде дүниеге келген, кейін Шығыс Қазақстан Аягөз аймағына өткен. Жаңа айттық, соғыстан кейін сол жаққа өтіп кеткен. Одан кейін ақындығы 23 жылғы Ақтабан шұбырында Алқакөл саламаға қатысқан дедік. Одан кейін барып тағы не. Мына өлеңдеріне тоқталған міне. Кеуде бір жерді жол қылсам, шөлең бір жерді көл қылсам, құрап жанды көп жүйіп өз алдыма ел қылсам деп, халқының басын қосып ел өтуді армандаған деп мына үзінді болып келуі мүмкін. Армандаған кім деген секілді. Күлдір кісіне тіпті беріп қойыпты. Бұл жерде ерекше әділдікті көргісі келген, жалпама талдау ғой. Балаларыма өсиет дегенді айтқан. Тарихи тұлға Қаракерей Қабанбаймен бірге қазақ қолын басқарған. Міне орта жүз басшыларының бірі болған. Мынау кімнен қалған екен? Мынаны жақсылап жаттап алыңыздар. Ағайының көп болса, ұлы шерік қолмен тең, білімді туған жақсылар аз да болса көппен тең, жақсы кеткен ауылдың артынан жақсы шықпаса, өртеніп кеткен жермен тең деп. Мынау күлдір кісінетовтің өзі сіздерге берілгені. Шатыр тігіп, көп жыл қалсам, тектіден қыз алсам дейді. Арманы топтастыру, яғни арманы қандай болды, соны жазасыздар. Тағы да сол нәрсе бұл жерде де. Бәрінде берілген нәрсе бірақтал ғой сол. Бұл жердегі маңызды нәрсе бар. Сол астындағы сұрақтарға бір қарап шығу. Афоризм беріп қойған. Сол, бітті. Осылай, енді келесі осындай жыраулар поэзиясын тағы да осылай талдаймыз. Негізінен Ақтанберді жырау ең бір оңай. Әдебиетте мына нәрсе бар, қарап жіберіңіздер, былай келеді сұрақ. Мен сіздерге қазір 1-2 сұрақты көрсетейін, айтып берейін. Жиренше шешен дейді, білге қазір жыраулар поэзиясына өтіп алайын. Лира, пыстық жыр, міне. Былай келеді. Бізде жалпы неде, әдебиетте жырауларды былай еске сақтайсыздар. Мысалы, Қазтуған десе, Қазтуғанды көбіне қалай еске сақтайсыздар десе, Қазтуған бізде мадақ жыр айтқан, өзін-өзі анау
Ыдырайған екі шекелі, айдаса қойдың көсемі деген секілді. Қазтуған мадақ жырмен естеріңізде қалу керек. Одан кейін Ақтанберді жырау осы балаларына өсиет айтқан адам ретінде немесе жоңғар шапқыншылығына қатысқан жырау ретінде естеріңізде қалу керек. Одан кейін бізде келесі бір не бар? Жиенбет жырау Есім хан, соның ішінде кімге байланысты? Анау өзінің Жоғынбет деген інісіне байланысты Есім ханмен араздасып қалуы. Одан кейін Доспанбет десе Айдамет деген, Аймадет деген есіммен жақсылап естеріңізде сақтап аласыздар. Стамбул деген сияқты жерлерді шарлаған. Шалғиыз десе Битемірді аласыздар. Сен алтынсың, мен пұлмын, сен жібексің, мен жүнмін деген Битемірге арнайы сапарға кетер кезінде Қазтуғанды айттық. Жалпама әрбір әдебиеттегі тұлға осылай естеріңізде қалуы керек екен. Одан кейін туған жермен қоштасу жырын арнаған бізде кім екен? Ол Қазтуған, иә, мадақ жырды айтып тұрып, қайранда менің еділім деген жырды айтады. Айналайын Ақжайық деген толғаудың авторы Доспанбет екен, оған да тоқталамыз. 17 жасында Бұлантыдағы соғысқа қатысқан десе, міне осы кезде сіздер Ақтанбердіні белгілейсіздер. Яғни 17 жасынан бастап неге соғысқа қатысқан. Сосын бұл кісінің зираты қазір Шығыс Қазақстан, өзінің туған жері Оңтүстік Қазақстан болғанымен, зираты Шығыс Қазақстан жерінде орналасқан екен. Жалпылама білетіндеріңіз осы, көк көгершін деген жалпылама неге кез келген нәрсені адал жолмен істеу деген нәрсені дәріптейді деп жаттап аласыздар. Сосын Ақтанберді жыраудың бейнесі, жалпы Ақтанберді жырау туралы қайда кездеседі дегенде, жаңа Үмбетей жыраудың жырларында, толғауында кездеседі. Одан кейін кімнің? Ереспенбет деген Дулат Бабатайұлының жырында кездеседі. Сосын Біржан мен Сары айтысында Ақтанберді жыраудың бейнесі көрінеді екен. Міне осыларды жақсылап естеріңізге сақтап алсаңыздар жеткілікті. Яғни жыраулар поэзиясы анау бір айтқандай қиын емес. Тек қана кішкене мән берсеңіздер болғаны. Ал енді сұрақ бар ма? Жоқ, барлығы түсінікті. Енді келесі сабақ бізде поэзиядан 1-2 шығарма қалды. Соны талдаймыз жұма күні. Сосын сенбі күні ұшқан ұя. Сонымен бізде әдебиеттің 8-ші сынып аяқталады да 7-ге көшеміз. 7-ге 15 күндей жеткілікті шығар. Ары қарай 6 мен 5-ті тезірек өтсек, біз сонымен аяқтайды екенбіз. Сұрақ жоқ болса, енді жалпылама одан кейін біршама уақыт талдау жасаймыз. Сұрақ жоқ болса, сабақты аяқтай берейін. Менде қазір қыркүйек айында қайтадан зачет болады. Сіздер де қазақ тілінен әдебиеттен зачетқа дайындалып жүріңіздер. Енді алдағы қазақ тілі сабақтарында барынша талдауға көшетін боламыз. Жақсы ма? Иә, апай. Жақсы. Келесі сабақта кездескенше аман болыңыздар, сау болыңыздар. Сау болыңыз, апай.